Ринат Заитов төменгі айлық 85 мың теңге аз екенін айтып, сандарға салып, шенділерге соқырға таяқ ұстатқандай көрсетіп берді. Оның шындығы бәзбіреулердің шамбайына батты ма, әлде сәйкестік пе, әйтеуір іле-шала депутаттың мына пікірі қоғамда дау тудырды. Қазақстанда жасалып жатқан алаяқтықтардың интернет басқа 80%-ін жасап отқан қауым намаз оқитын қауым. Ринатты қараламас бұрын сұхбатын толық тыңдасақ, әңгіменің астары мектепте хиджаб кию, кимеумен байланысты болған екен. Мен өзім 4 қыздың әкесімін. Мен қазір қызымның басына паранжа кигізіп қойғаннан, оның жүрегінде иман пайда болмайды. Ал иман жүзді көрінгендердің арасында 200-лердің де болатын біраз бағдарламамында айтқан болатынмын. $1000 мен Меккеге апарамын деп мыңдаған адамды алдаған Каусар Travel сүре жазылған қағазды суға салып, жас қыздың жынысынан жын шығарамын деген Саймасаев та солардың сиқынан секілді. Ринаттың бұл сөзін естіп, көпке күйе жағу жаңылысу. Жаңылыспас үшін 80% деген санағын кім есептеп шығарған, қалайша, дереккөз қайдан, айтқандары ақиқат болса, неге олар үнсіз отыр? Десек те, асыл дінімізді жамылып, жат ағыммен адастырып, соңынан Сирияға соғысқа салып жатқан секталардың саны Азияда 80-ге таяу. Бізде оның 23-не ғана тыйым салынған. Меніңше, батырлығымызды Ринатпен емес, радикалды теріс діни ұйымдармен күресіп көрсетуіміз керек. Ал сіз не ойлайсыз, жамағат?